Сәлем қыздар, біз бүгін симит әзірлейтін боламыз. Түркше бізге 1 килограмм ұнға 20 грамм дрожж, 10 грамм тұз, 20 грамм бізде маргарин немесе осындай сұйық майымызды қосып, 500 грамм суымызға жақсылап қамыр илейміз. 20-30 минутқа дәл осылай қойып қоямыз бетін жауып. Содан соң 8 бөлікке бөліп, дәл видеодағыдай етіп, ұзынша етіп, қолымызбен жайып, дәл осылай өріп, екі басын қосып, барлығын жақсылап қойып қоямыз біртіндеп. Енді тостағымызға суымызды құйып, оған 5-6 қасық палымызды салып, сироп әзірлейміз. Сол сиробымызға симиттерімізді батырып аламыз. Батырып алып, бетіне күнжуттарымызды сеуіп, пергамент қағазын төсеп, сонда орналастырамыз. Содан соң оны жарты сағатқа кемінде көтерілгенше қойып қоямыз. Бетін осындай пакеттерменен жауып қойсаңыздар болады. Пешімізді қыздырып 170 градуста пісіріп аламыз. Ас